Сәлем достар, сіздермен Хам қызы Керімай. Біз сіздермен бүгін өте жұмсақ әрі дәмді бауырсақ дайындайтын боламыз. Бұл рецепт барлықтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Біз ең алдымен опара дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 200 мл жылы су қажет, 200 мл 2,5% айран қажет жылы. Бұл екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Және бізге жарты шай қасық тұз және 2 ас қасық ашытқы қажет болады. Және дәміне қарай 2-3 ас қасық қант қосатын боламыз. Бұл ингредиенттердің барлығын жақсылап араластырамыз. Және ыдысымыздың бетін жауып 15 минутқа жылы жерде қалдыратын боламыз. Он 15 минуттан кейін опарамызға 1 жұмыртқа, 1,5 ас қасық өсімдік майы қосамыз және де оны жақсылап араластырып аламыз. Осы дайын болған массамызға ұнды сеуіп қосатын боламыз. Ұнды сеуіп қоссаңыздар, бауырсақтарыңыз өте үлпілдек, жұмсақ болып шығады. Бізге ұнның керек мөлшері шамамен 500-700 грамм. Бірақ та ұнды көп қосып, қамырды өте құрғақ қылдырып алмаңыздар. Ол өте маңызды. Біздің қамырымыз дайын болды. Жұмсақ, қолға жеңіл болып әдемі қамыр иленді. Оның бетін ас пленкасымен жаппас бұрын бетін майлап қоямын. Егер қамырдың бетін сәл майлап алсаңыздар, ол ас пленкасына жабысып қалмайтын болады көтерілген кезде. Қамырымыздың бетін жауып 40 минут жылы жерде қалдырдық. 40 минуттан кейін қамырымыз осылай әдемі болып көтерілді. Қамырдың бетін тағы бір рет қолыммен басатын боламын. Себебі ішіндегі артық ауаларды шығарамыз. Қамырымызды бетін басқаннан кейін бетін жауып, жылылап 20 минутқа қалдыратын боламыз. 20 минут өтті. Бізде осындай әдемі қамыр көтерілді. Қамырымыз дайын. Қамырымызды бауырсақты кесіп алу үшін әдемілеп жаятын боламыз. Біздің қамырымыз дайын. Осы дайын қамырды 3 бөлікке бөліп аламын. Осылайынан бірінші бөлігін жаюға ыңғайлап, әдемілеп домалақ формаға келтіріп аламын. Жақсылап қамырды домалақ қылдырып жаямыз. Қалыңдығын шамамен 1,5 см қылдырамыз. Өте жұқа қылдырып жаймаңыздар. Себебі жұқа болса, бауырсақ піскен кезде оның ортасы қуыс болып қалады. Қалыңдығы шамамен осындай қалыңдықта болуы керек. Дайын болған қамырды өзіңізге ұнаған формаға келтіріп кесіп алсаңыз болады. Қалыңдығы осындай болды менде.
Мен осындай дөңгелек формада кестім. Сіз өзіңіз қалағаныңызша ромбик, үшбұрыш, төртбұрышты қылдырып, әртүрлі қылдырып, бауырсақтың формасын кесіп алсаңыз болады. Біздің бауырсағымыз дайын, майымыз қызғанша осылай дайындап қойдық. Осындай шұңғыл қазанға шамамен 1 литр өсімдік майын құйдым. Оның қызғанын осылай кішкене нан тастап, қызғанын тексеретін боламыз. Біздің майымыз қызды. Енді осы қызып тұрған дайын майға біз бауырсақтарымызды біртіндеп саламыз. Біздің отымыз қатты қызып тұру керек. Себебі бәсеңдеген отта бауырсақ майды өзіне сіңіріп қалатын болады. Біздің бауырсақтарымыздың асты қызарды. Осылайынан бауырсақтарды айналдырып аламыз. Бізде бауырсақтың құрамында қант болған себепті бауырсақтарымыз қызғылтым болып, әдемі реңмен пісатын болады. Дайын болған бауырсақты мен қағаз сүлгіге сүзіп алып, майын сорғытатын боламын. Міне достар, бізде өте жұмсақ, дәмді, үлпілдеген бауырсақтарымыз дайын болды. Бұл рецепт сізге өте ұнайтынына сенімдімін. Дәл осы рецептпен бауырсақ дайындап көріңіз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Алдағы уақытта басқа да бауырсақтың рецепттерімен бөлісетін боламын. Назарларыңызға көп рахмет.